Егер балаңыз әріптерді қосып оқудан немесе буындап оқудан қиналатын болса, осы екі тәсілмен оқытып көріңіз. Ешқандай репетитордың көмегінсіз өзіңіз үйретуіңізге болады. Ең алдымен әріптерді атауы емес, оқылуы бойынша үйрету қажет. Көп ата-аналардың, мұғалімдердің қателіктері балаға әріпті атауы бойынша үйрету. Мысалы, Б, В, қысқа И, Қ, М, Н дегендегі артындағы қосымша әріптерді қосып үйрету қателік. Мысалы, қарапайым ат сөзін алатын болсақ, бала А, Т деп артындағы қосымша әріпті бірге оқиды. Сондықтан келесідей үйретуді ұсынамын. А, Ә, Б, В, Г, Ғ, Д, Е, Ё, Ж, З, И, К, Қ, Л, М, Н, Ң, О, Ö, П, Р, С, Т, У, О, Ö, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ә, Ю, Я. Яғни, тек қана оқылу тәсілімен үйрету. Әріптерді қосып, буындап оқудағы екінші ең маңызды тәсіл әріптерді созып, әндетіп оқу. Яғни, бір әріптен екіншісіне жеткенше созып, ал соңғы әріпті қысқа қайырасыз. Мысалы, К, Күрек, күрек. Та, тарақ. Бұлай оқу барысында бала әріптерді бір-біріне қоса отырып, мағынасында түсіну оңай болады. Көбірек видеоларды көру үшін арнама тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз, видеолар бөлімнен қарасаңыз болады. Білімді ұрпағымыз көп болсын, сұрақтарыңыз болса, комментарийға немесе Instagram желісіне жазсаңыз болады.